Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жұлынның құрылысы мен қызметі. Жұлын омыртқалылардың бүйірлік өсінділерінен түзілген омыртқа жотасының өзегінде, яғни жұлын каналында орналасқан. Ол үш түрлі жұмсақ, торлы, қатты қабықшалармен қапталған. Жұлын ми діңінің жалғасы болғанымен, оның құрылысында өзіне тән ерекшеліктері бар. Бас ми сияқты қатты ми қабаты, торлы ми қабаты және жұмсақ ми қабатымен қапталып, жұлын сұйықтығымен қоршалған. Оның пішіні жіп тәрізді болып келіп, диаметрі шамамен 1 сантиметрді құрайды. Ол омыртқаның өзіне қарағанда қысқарақ. Оның ұзындығының 3/2-сінде ғана болады. Көлденең кесіндіде бір орталықта орналасқан, ақ затпен қоршалған көбелек пішінді сұр затты көре аламыз. Жұлынның ішінен жұлын сұйықтығымен толтырылған орталық өзек өтеді. Жұлынның алдыңғы және артқы жақтарында оны ұзына бойы оң және сол бөліктерге бөлетін шүлгілер орналасқан. Жұлынның құрылысындағы ерекшелік сегменттелген болуы. Сегменттердің саны 31. Әрбір сегменттен бір жұп қозғалтқыш алдыңғы және бір жұп сезімтал артқы түбірлер шығады. Жүйкелер тарамдалатын жұлын бөліміне байланысты біз мойын жүйкелерінің 8 жұбы, кеуде жүйкелерінің 12 жұбы, бел жүйкелерінің 5 жұбы, сегіз көз жүйкелерінің 5 жұбы және құйымшақ жүйкесінің 1 жұбы деп бөлеміз. Омыртқа аралық тесіктерге бағытталады. Осы жерде артқы сезімтал түбірлерден жұлын түйіндері түзіледі. Алдыңғы және артқы түбірлер қосылып, барлық 31 жұп аралас жұлын жүйкелерін құрайды. Олар омыртқа аралық тесіктерден шыға берісте мойын, иық, бел сегіз көз өрімдерін түседі. Олардан басталатын шеткі жүйкелер қаңқа бұлшық еттеріне таралады. Мойын, иық өрімінен шығатын шынтақ, кәрі жілік, орталық жүйкелері қол бұлшық еттерінің іс-әрекетін басқарады. Бел сегіз көз өрімінен құйымшақ, сегіз көз, ортан жілік және басқа жүйкелер шығып, аяқ бұлшық еттерінің іс-әрекетін басқарады. Жұлынның сұр заты миелендік талшықтардан тұратын ақ затпен қоршалған. Миелендік талшықтар ерекше шоғырларға жиналады. Оларды бағаналар деп атайды. Олай болса, алдыңғы мүйіздердің арасындағы алдыңғы бағаналар, артқыларының арасындағы артқы бағаналар орналасқан. Осы бағаналар арқылы жұлынды мимен байланыстыру қызметін атқаратын өткізгіш жүйкелер өтеді. Біз ол туралы мәліметті келесі слайдтан көреміз. Өткізгіштердің мынадай түрлерін ажыратады. Өрлеме немесе орталыққа тепкіш өткізгіштер, яғни олардың қызметі сезімтал импульстерді шеткі мүшелерден миға жеткізеді. Екінші өткізгіштер төменге түсетін немесе орталықтан тепкіш өткізгіштер. Бұлар қозғалтқыш импульстерді ми қыртысынан және мидың басқа бөлімдерінен жұлынға жеткізеді. Бұл дененің белгілі бір тітіркендіргішке кері жауап қайтару реакциясы. Ыстық немесе өткір зат сияқты тітіркендіргішке жауап ретінде қолды тартып алу рефлекстің бір түріне жатады. Тітіркенуді қабылдайтын мүше рецептор деп аталады. Біздің мысалымызда бұл терідегі ауырсынуды сезетін рецепторлар. Жауап қайтаратын мүше эффектор деп аталады. Қолды тартып алу рефлексінің мысалында бұлшық еттер эффекторлар болып табылады. Жеке импульсінің рецептордан эффекторға дейінгі қашықтықты рефлекторлық доға деп атайды. Рефлекторлық доғаның бірінші элементі рецептор болып табылады.
Ол рефлекторлық доғаның екінші элементі болып табылатын афферентті нейроннан орталық жүйке жүйесіне және жұлынға жүйке импульсін өткізеді. Жұлында импульсті эфферентті нейронға жіберетін қондырма нейрон болады. Содан кейін эфферентті нейрон рефлекторлық доғаның соңғы элементі эффекторға импульсті өткізеді. Эффектор ағзаның нақты рефлекстік реакциясын жүзеге асырады. Сонымен жұлын деңгейінде қарапайым рефлекстік доға қалыптасады. Бұл жұлын автоматизмі түрлерінің бірі болып табылады.